Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгінгі видеода гранат неге қатырлайды, оның атқаратын қызметі қандай жағдайда істен шығады, оны қалай тексеруге болады деген сияқты видеолармен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Егер видео ұнап жатса лайк басып, ауладағы гараж парақшасына тіркеліп кетіңіздер. Достар, кетіп тұрған гранатты әркім әртүрлі тексереді. Бірнеше жағдайда тексеруге болады. Соның бір қарапайым түрі, бірақ нақты емес. Рөлді бір жанға бұрып жылдамдықты артырсаңыз кетіп тұрған гранаттың өзі сайрап қоя береді. Бірақ одан қай жақ гранат кетіп тұрғанын нақты білмей басыңыз қатып тұрса, көршіңіздің көмегіне жүгінуге болады, бірақ ол басқа жағын көрсетіп, одан сайын басыңызды қатырып жіберуі мүмкін. Сонымен достар, шрус дегеніміз не, яғни гранат дегеніміз автокөліктің беріліс қорабы арқылы доңғалақтың және де автокөліктің жалпы қозғалысын және доңғалақтың еш кедергісіз айналуын, белгілі бір бұрылыстардан кедергісіз бұрылып жүруін қамтамасыз ететін осы гранат, яғни шрус. Бұл екі түрге бөлінеді, яғни ішкі гранат және сыртқы гранат. Мына көріп тұрғандарыңыз қазір ішкі сыртқы гранат. Әсіресе көп жағдайда ол кететін осы сыртқы гранат. Сол себептен сіздерге осының қалай жұмыс істейтінін, қалай ол неге қытырлайтынын, қандай жағдайда қытырлайтынын қазір біз көрсететін боламын осы видеода. Соңына дейін көріңіздер. Енді бұл гранат не үшін қытырлайды, не үшін жаңағыдай кетіп қалып жатады, оған әртүрлі факторлар әсер етеді. Өзінің жаңағыдай уақыты келеді, тозады. Ішіндегі май, яғни литол жаңағыдай сондай болмай қалуы мүмкін. Или болмаса мына көріп тұрғандарыңыз көйнектің жыртылуына, ішіне шаң тозаңның және қазір көктем кезі көп жағдайда, қазір көктем уақытында көп орын алады. Себебі мына көйнектеріңізді қарап жүрмесеңіздер, жыртылған жағдайда ішіне су кірсе, ол уже тез кетіп қалады. Бірден ішіне сындырып жібереді су кірген жағдайда. Сондықтан осы жағынан мұқият болыңыздар. Гранаттардың не үшін, қандай жағдайда қытырлайды, қалай анықтаймыз? Себебі мына ішкі гранат ол деген түзу жолда жүргенде, яғни ешқандай бұрылысқа бұрылмай-ақ, ол өзі ішкі гранат кетіп тұрса, өзі қытырлайды тіке келе жатқан жолда. Ал енді сыртқы гранат ол белгілі бұрылыстан қаттырақ бұрған кезде өздеріңіз білесіздер, ол да тоже бұрылыстарда қытырлайтын. Яғни бұл бұрылыстарда не үшін қытырлайды, мен сіздерге қазір көрсетіп кетейін. Сонымен достар, көріп тұрғандарыңыздай ішінде наружный гранат, сыртқы гранат, яғни не үшін ол тік жүргенде тезірек қытырламайды, яғни ол шайба, яғни машина тікесінен жүрген кезде шайба қозғалмайды, болса тікесінен айнала береді, тікесінен айналып жатады, ешқандай қытырламайды ол кезде, бір орында тұрады. Бұрылған кезде не үшін қытырлайды? Себебі бұрылып айналған кезде мына подшипниктер деген бір жақтан екінші жаққа ойнап тұрады. Сол кезде мына ортада мына уже желініп қалған өзінің орнына. Сол жерге түскен жағдайда уже каждый әр подшипник қытырлап тұрады. Көріп тұрсыздар ма? Мына бұрылып жүрген кезде, бұрылып айналған кезде мына деген подшипник былай ойнап тұрады. Содан ішінде желінген жерге, ішінде яғни шоңқыр болады, қорықпай желініп қалған өзінің дауысын естіп қалыңдаршы. Осылай қытырлайды, яғни былай жүрген кезде. Не үшін жаңа айтып кеткенде тіке қытырламайтын себебі подшипник тікесінен жүрген кезде мына бір орында тұрады, қозғалмайды, осылай айнала береді. Бұрылып жүрген кезде подшипник былай ойнап тұрады, әр подшипник кезегімен ойнап тұрған уже қытырлайды тұрады орнынан. Подшипниктен жаңа шашылған жағдайда қайтадан жинау орнына ешқандай қиындық туғызбайды. Көріп тұрсаңыз, сала бересіз, жинай беруге болады қайтадан. Енді жолда, бір алыс жолдарда гранат қатты қытырлап кеткен жағдайда мүмкіндік болса, жаңағыдай бензинмен шешіп қайтадан жуып, қайтадан салып жүретуге да болады негізінде. Егер новый гранат алуға бір мүмкіндік болмай жатқан жағдайда, гранатты бензинмен жуып жіберіп, может қайтадан жүріп көруге болады, бірақ ол да көпке бармайды, просто уақытша тек. Көріп тұрғандарыңыздай қайтадан подшипнигін шашып, қайтадан жинай берулеріңізге болады, ешқандай қиындығы да жоқ.